бүгінгі бізде тақырып байас, сосын жалпы глобальный жаһандық бағытты қалай анықтаймыз соны жазып қояйық. Жалпы биас деген сөз сіздерге таныс па? Жалпы мынау биас деген яғни былайша айтқанда не күтесіз бүгінгі күні, яғни қандай бағыт күтесіз. Мысалында бүгінгі күнді алайық, бүгінгі алтынды алайық. Мысалында мына жерде не бар? Күндік имбаланс бар мына жерде. Яғни мына жерде күндік имбаланс бар, яғни соның тестінен істейміз, ары қарай лонг қараймыз, мына максимумға дейін. Яғни биас деген осы. Яғни оны қалай анықтаймыз? Бұл өте қарапайым, яғни бұл жерде мен бірнеше элементтер қолдануға болады. Яғни бірінші ол имбаланс немесе күндік ликвидностьтар, мысалы мына жерде ПДЛ бар, өткен күні максимум мен минимум. Мына жерде ПДЛ бар, ПДЛ-дың тұсында тағы да бір имбаланс бар. Яғни маған мына жерден кетуі мүмкін, немесе ПДЛ-ді шешіп сосын барып кетуі мүмкін лонгқа. Яғни мынадай жоғары қарай бағыт қарастырғанда, яғни тренд бізде лонговый ғой, яғни глобальный лонг келе жатырмыз. Сондықтан глобальный лонг келе жатқандықтан негізінде сделкалардың лонгқа қарай бағытталғаны бұл көбінесе сапалы болады. Яғни шортқа да алуға болады, бірақ бұл жерде енді жаңағыдай тәжірибе керек деген сияқты сондай мәселелер бар. Яғни ең бірінші бізге не көмектеседі, яғни күндік таймфрейм көмектеседі. Күндік таймфрейм ішінде сіздер имбаланстарға мән берсеңіздер болады. Сосын ликвидностьтар. Яғни мысалы өткен күннің минимумы ПДЛ бар, өткен күннің максимум ПДХ, одан кейін өткен аптаның максимум мен минимумы бар мысалында. Соларға қарауға болады тоже. Одан кейін бізде яғни күндік таймфрейм. Яғни мына жерден күндік таймфрейм немесе жаңа апталықта да қолдануға болады. Одан кейін қосылған сессия. Сессия туралы біз тақырып өткенбіз. Сессияны қоссаңыздар болады. Сосын мысалында ICT-дің мысалында ICT Profiles деген бар. ICT-дің классик sell және buy day деген бар. Яғни классикалық сатып алу күні, яғни сату күні деген сияқты. Оның барлығын талдайтын боламыз. Яғни күндік таймфрейм ең бастысы. Яғни біз айттық, мына жерден істейміз, осы тұстардан біз лонг қарастырамыз дедік. Енді келесі біз не істейміз? Яғни күшті таймфреймге өту арқылы, мысалы бір сағаттыққа өту арқылы яғни сделкаларды қарастыратын боламыз. Мысалында мына жерге қарасаңыздар, мынау кешегі күн мысалында. Одан кейін не істеді? Мына жерде азиатский сессия ашылды. Азия деп тұрмыз. Азиатский сессияны көбінесе алтында сол валютный параларда көбінесе, яғни Лондонда жұмыс жасайды, яғни Лондон, Нью-Йорк
мысалында қарасаңыздар, не істедік? Күндік имбаланс тест бар. Күндік имбаланс тест бар. Оның ішінде не істеді? Өткен күні минимум шешті. Ликвидностьті шешті. Ликвидностьпен жұмыс жасадық. Яғни ликвидность жұмыс жасағаннан кейін сіздер мысалы 15 минутқа өтсеңіздер де болады. 15 минутта не бар? Бізде имбаланс пайда болды. Яғни қарасаңыздар, мына жерде компрессия жиналған. Бар компрессия. Яғни мынау өткен күннің максимумына дейін сделка, лонг сделка қарастыруға болады. Яғни неге? Бізде факторлар бар. Яғни мынау PDL-дің шешілуі, күндік имбаланстың тесті, ендігі бағыт бізде ол мына жақтағы араларындағы имбаланстар болуы мүмкін, немесе максимум осы жақтарға дейін. Яғни бізде формула бар ғой. Яғни бір күндік таймфрейм бір күндік TF қосамыз нені? Қосамыз сессияларды. Қосамыз ICT Classic Buy CLD. Яғни ICT-дің классикалық сатып алу, сату күні. Осыларды қосамыз. Бізде не бар? Міне күндік таймфрейм бар. Оның ішінде жаңағы имбалансқа келіп шештік. Енді не істейміз? Сессиялар қосылады. Яғни Азияда көбінесе жаңағыдай алтын жақсы жүреді, байқасаңыздар. Азияда да, жалпы Нью-Йоркта да, Лондонда да барлық жерде алтын жақсы жүреді. Яғни осы жерден сессияны қостық. Енді ICT Classic Sell Buy Day дегенге тоқталайық. Яғни ол қалай? Яғни бізде мысалында белгілі бір лонгқа кету үшін бізде енді Форекс нарығында, яғни Smart Money концепциясы бойынша бұл жерде крупный капитал барлығымен басқарады. Сол жерде бізде яғни Classic Buy Day, Classic Sell Day деген бар. Яғни мынау жаңағы Нью-Йорк Midnight сызығы бар, немесе Daily Open дейді. Сол сызықтармен қарасаңыздар болады тоже. Көбінесе яғни Азия баковикте өтеді. Одан кейін манипуляция болады. Лондон басталардан бұрын. Сосын жаңағыдай Лондонда жоғары қарай кетеді. Нью-Йоркта откат болады да. Сосын не істейді? Жабылады. Бұны яғни Classic Buy Day. Яғни баға графиктерін жасай жүреді, бірінші манипуляция жасайды. Яғни мына жердегі жиналған ликвидностьтің барлығын шығарады рыноктан. Яғни крупный капиталға өзімен бірге тасу тиімсіз болады да. Яғни барлығын шығарып тастайды. Сосын барып өзі бағаны көтереді. Мына жақта белгілі бір деңгейін сатады. Сатқаннан кейін баға не істейді? Құлайды. Не істейді? Баға жабылады. Тура осылай шортқа да қарасақ болады. Бұл бізде Classic Buy Day болса, яғни сатып алу лонгқа бағытталған болса, шортқа былай болады мысалында. Белгілі бір деңгейде баковикте жүреді, содан кейін үстінен манипуляция жасайды, жоғарғы жағынан. Барлығын шығарады, бағаны құлатады. Сосын белгілі коррекция болады, сонымен жабылады. Яғни осындай формация бар. Мынау бойынша сұрақтар бар ма сіздерде? Яғни мынау белгілі бір былайша айтқанда қайталанатын шаблондарда. Енді бұған қатты назар салу қосымша ретінде қарастыруға болады. Қосымша ретінде. Осы бойынша сұрақтар бар ма? Саламатсыз ба? Енді осылған жерін примерно қысқаша айтып жіберіңізші, өтініш. Мынау ICT-дің, яғни Classic Sell Buy Day деген, яғни баға кейбір кезде осылай жүреді. Яғни күнде жүре бермес. Бұл жалпы бірінші баковикте жүреді, яғни Classic Buy Day болса сатып алу күні крупный капиталдың. Яғни бірінші баковикте жүреді, содан кейін вынос болады, яғни мына баковикте жүрген ішіндегі
лонгқа ашқандар позициялар барлығын стоптарына алып шығарып тастайды рыноктан. Сосын барып крупный капитал бағаны не істейді, соның әсерінен баға өседі. Өскеннен кейін крупный капитал осы тұста примерно жаңағыдай позицияларын береді, сатады. Содан кейін коррекция болады, коррекция сосын күн жабылады. Яғни бұны бір күн ретінде қарасаңыздар болады. Бұл кәдімгі AMD сияқты ғой, да? AMD сияқты. Мынаны алып қарасаңыз, аккумуляция, манипуляция, расширение. Көбінесе сессиялар бойынша алып қарасаңыздар, мынау көбінесе Азия болады. Мынау көбінесе яғни Лондонның басы, Франкфурт, сол кезде манипуляция болады. Сосын Лондонда уже расширение болады, жоғары қарай өседі. И Нью-Йоркта уже коррекция болады. Сосын барып күн жабылады. Көбінесе осылай болады. Яғни бұны анадай күнде отырып осындай формация іздей берудің қажеті жоқ. Иә, мысалы бүгінгі күнде болыватқандай дұрыс қой, да? Иә. Бүгін сондай болды ғой. Иә. Соны көрсетесіздер, қараңыздар. Не істеді? Баға белгілі бір құлады, сосын белгілі бір боковикқа консолидацияға келді да не істеді? Вынос жасады, көресіздер ме? Яғни мен жерде қарасаңыздар. 52-ден көтерілген жерін айтып отыр ғой, да, вынос жасады деп. Мына жерлерден барлығынан лонгқа жинағандарды, мына жерлерден барлығы лонг қалды ғой, позиция лонгқа кетеді деген. Оның барлығын шығарып тастады, сосын не істеді? Өзі ары қарай лонгқа кетті. Яғни қарасаңыздар. Енді бір шетінен төбеге барды, төбеден селда отырғандарды да шығарып кетті ғой, олар 800-ге барады деп көбісі күтіп отқан. Бұл яғни бұл жерден де кері бағытта жасады. Яғни бұл бізде не болды? Яғни мынау белгілі бір боковик, мынау бір боковик болды, сосын мына жерде вынос жасады, сосын расширение болды. Мынау бұл скорее всего бір жаңалық бір деген әсерінен мына жерден ликвидность шешкеннен кейін бір оценка мына жаққа қайта құлады. Яғни бұл жерде не істедік? Біз жаңағы белгілі жаңағы формула бойынша мұнан барлығын қосқанда бізде осындай сурет шықты, көрдіңіздер ме? Бір күндік таймфреймде біз имбаланстар, немесе глобальный ликвидностьтер бар, не ПДЛ. Одан кейін сессия, яғни Азия сессиясы басталған кезде істеді шығарып тастады. Байқасаңыздар, Азияға дейін кірсеңіздер, сіздер уже кеше түнде кірсеңіздер, стоп алар едіңіз, скорее всего. Немесе Азия басталмай тұрып мына жерден кірсеңіз, тоже стоп аларсыз. Яғни ликвидность манипуляция болды, сосын барып қана ускорение болды, байқасаңыздар. Так, басқа да мысалдарды көрейік қазір. Қазір қайда барады деді. Қазір мына осы жерде қазір боковикқа түсу керек негізі. Өйткені мынадай жүрістен кейін обычно бір боковикқа түсіп накопление жинайды. Ертеңгі күнге дайындалады. Скорее всего, осы жерден егерде күндік имбаланс ұстайтын болса, күндік имбаланстың ішінде мына жерден шығып кетпейтін болсақ, солай жабылатын болсақ, осып ертеңгі күн лонг болады. Күндік имбаланс ұстады. Егерде мына жерден закреппен жабылатын болса, өтіп кететін болса, онда мына жаққа дейін шорт болады. Ол закреп дегенде мысалы екінші свечаны күту керек қой да, жасыл жанса ол значит жоғары кетеді деген сөз да. Ол закреп жапса да, если оны сіз енді түнгі бірде график, күндік график жабылады. Соның бірдің кезінде қарасаңыз, немесе ертең таңертең тұрып қарасаңыз, осы жерде мына закреп бар ма, жоқ па? Денесімен мына жерден бұлай жабылатын болса, енді 100% емес, әрине ықтималдылық бар, яғни ары қарай шортқа кетуіміз. Жоқ, ана мысал деймін да, солай денесімен жабылады да, бірақ екінші свечаны негізі ашылған, жабылуын тоже күту керек қой, ол если жасыл болып жабылса жоғары кетеді деген сөз ғой ол негізі да. Жоқ, олай қарастырмаған жөн, бұл жерде жаңағыдай свечаның жасыл болды, қызыл болды деп қарастырмай қойыңыздар. Яғни закреп бермеді, солай қарастырсаңыз дұрыс болады. Жасыл қызыл дұрыс емес. Яғни бұл жерде бәлем факторларды қосасыздар, көрдіңіздер ме? Бұл жерде күндік таймфрейм қосылады, бұл жерде сессиялар қосылады.
қосымша ретінде мына классик buy sell дейді қолдансаңыздар. Яғни мысалы ертең закреп берді деп ойлайық. Закреп берілген болса мына жерде баға осы жерде қалады, осы жерде жүреді. Осы жерде қалып қоятын болса, ертең мысалы шортқа кетпек болса, ол не істейді бірінші? Бұл жерден имбаланс тест жасайды, плюс манипуляция жасайды, сосын барып не істейді? Бағаны шортқа жібереді. Егер де классик байдей болатын болса, не істейді? Баға жүреді, сосын мысалы өткен күні минимуммен жұмыс жасап, ары қарай расширение кетіп, Баға негізі мына жерден бастап конкретно шортқа кетейін деп жатқан жоқ қой негізі. Уже барлығын шешіп қойды. Әзірге мына имбаланс ұстап тұр. Әзірге ұстап тұрған күнде шортқа кетеді деп айтамыз. Пока закреп бермей, біз оны айта алмаймыз, иә? Шортқа мысалы ауысу үшін қай жерден мысалы денесімен закреп беру керек? Конкрет контекст ауысу үшін. Мына бағадан төмен жабу керек. Мына баға қанша? 3834. Яғни төмен жабылатын болса, онда уже жаңағыдай шорт қарастыруға болады. Яғни бұл жерде қалай айтсақ, 100% деген әңгіме жоқ, ықтималдылық жоғары. Ықтималдылық, яғни трейдингте ешқашан 100% деп айтпаңыз. Кез келген нәрсе болуы мүмкін, бұл жерде политикада қосылып кетуі мүмкін, бұған бағынбай да кетуі мүмкін, яғни жаңалықтар шығады. Бірақ жаңағыдай мына манипуляция көрсеңіздер жоғары жақтардан, плюс оның ішінде жаңағыдай таймфреймдер бар, ол кіші таймфреймден конфирмдер іздеуге болады, яғни жақтан сөйтіп жаңағыдай не істеуге болады, жақтан шортқа болады. Сәлеметсіз, сіз Азамат мырзасыз ба? Жоқ, Азамат. Фибоначчи туралы айтасыз ба енді? Фибоначчи не керек бізге? Фибоначчи туралы бөлек бір сабақ болар, эфир. Біз дауыс бергенде Фибоначчи ең көп жинаған сияқты негізі. Жоқ, мен жаңа қарадым. Фибоначчи туралы эфир болады бөлек. Телеграмда Фибоначчи ең пайыз көп. Фибоначчи қолданасыз ба или не қылмайсыз ба, қолданбайсыз ба? Жалпы Фибоначчиді андай бір қолданамын, бірақ тоже қосымша ретінде. Жалпы негізінде осы да күндік таймфрейм, сессиялар, жалпы инструмент. Фибоначчи просто коррекцияның біткенін осы жерден примерно болжау үшін ғана. Ол туралы бөлек эфир болады, сол кезде айтып беремін, қалай қолданамын, не істеймін деген сияқты. Осы аптада болады ма, келесі аптада ма? Скорее всего, келесі аптада. Демалыс күні да? Не осындай? Алдын ала хабарландыру болады. Запись болады ма, мысалы үлгере алмай қалсақ қатысуға? Иә, болады. YouTube-қа жүктеп қоямын. Содан көре аласыздар. Сіз Азамат мырзамен біргесіз да? Жоқ, мен Азамат мырзамен қазір жұмыс жасамаймын ғой. Ол кісі бөлек кетті, мен бөлек кеттім. Сіз кім боласыз? Менің есімім Дәулет. Көбінесе мен жаңағыдай Форекспен жұмыс жасаймын. Алтынмен де, евромен де, евро-доллар. Көбінесе прop компаниямен жұмыс жасаймын. Сіз қайда жоқ болып кеттіңіз? Өзім шаруаларым болды. Ұзаққа кетіп қалдыңыз ба? Таппай қалдық. Керемет сұрақтың астына алып жатыр ғой сізді. Мырза, саламатсыз ба, қалайсыз? Жоқ, рас Неге шықпайсыз дейсіз? Тренд әлі не ғой, иә? Лонговый ғой, иә, негізінде? Тренд. Әзірге лонговый. Әзірге күндік имбаланс ұстап тұр, біз көріңіздер ме? Күндік имбаланс ұстап осылай жабылатын болса, онда ертең лонг кетеміз. Неғып бірден түсіп кеттік? Бір қараса түсіп кетті осы рас. неге құлады расында да, резко? Жаңалық шыққан болар. Жалпы бұл жерде негізінде бұл жерден негізі көрініп тұрды да белгілі бір шорт кететін. Яғни бұл жерде қарасаңыздар лонг келе жатыр да бұл жерден. Қараңыздар, бұл жерде соңғы бұл жерде имбалансты тесіп өттік та. Осы жерден уже шорт қарастыруға болатын еді. Бұл жерде барлық компрессия жиналып тұр да. Мына жерде еще тренд линия бұзып тұр, еще поглощение тұр. Жоқ, андай тренд линия андай дегендерді қолданбаймын.
жалпы бұл жерде 15 минут таймфреймді қарасаңыздар, мына жерде имбалансты жарып өткен, мына жерде закреп берген. Сосын үш таймфреймден қарасаңыздар, үш таймфрейм мына жерде. Өзің дауысыңыз бөлініп отыр, или менде интернет ұстамайсың? Сізде интернет, скорее всего. Менде нормально естіп. Жоқ, жақсы естіліп тұр сізді. Мына жерде қараңыздар. Мына жерде өткен күні максимум шешкен манипуляция. Плюс не істеді, жаңағыдай 15 минуттық имбалансты есіп өттік. Сосын не істедік? 3 минутта мына жерден конфирм. 3 минуттық имбалансты тест жасадық. Мына жерден слом бердік. Сіз қандай стратегиямен жүрсіз көбінесе? Мен смарт мани. Онда имбалансты тесіп өтсе, значит, мысалы бай болып жатқанда имбалансты тесіп өтсе, значит, ол құлайды деген сөз бе, сол жаққа қарай? Бұл жерде енді, скорее всего, я. Өйткені, мына жерде қарасаңыз, логика бойынша, логикасы бұл жерде имбаланс тестінен арғадай лонг кетті көресіз. Ликвидность жұмыс жасады, имбаланс пен ликвидность бұл жерде. Бұл жерде тағы да, мына жерде имбаланстан кетті көресіз. Мына жерден де арғарай лонг кету керек еді, бұлай логикасы сәйкес келеді. Бұл жерден лонг кету керек еді арғарай. Бірақ не істеді, бұл жерден манипуляциямен жабылды да. Сосын тесіп өтті. Плюс еще не істеді, кіші таймфреймнен не істеді, манипуляция жасады. Ішінде тест жасады. Дальше мына жерде структурный слом берді. Структура деген сабақты қарасаңыздар, сонда структура бар. Иә, түсінікті. Слом берді дегендей ғой да? Слом берді. Сіз жалпы нені қолданасыз, ана қойым зоналарды, қорғалған аймақтарды? Қалай? Қойым зоналар бар, соларды қолданасыз, тоже қорғалған аймақ. Иә, жерлерді тоже қолданасыз. Sell to buy, buy to sell. Сонда бір сағатта қарайсыз ғой да қойым зонаны жалпы? Қойым зонаны, иә. Бір сағатта қарауға болады. 15 минуттағы оған туда-сюда слом бере береді, негізі нежелательно ма? Бұл енді сізде бір сағаттық тұрса, жаңағыдай бір сағат қолданған дұрыс. 15 минутта. Бір сағаттық болмаса 15 минутта қолданасыз. Тұбыға іздегенде 3 минут қолданасыз, 3 минут, 5 минут, арасында 1 минут. Bir minutта да сломды іздеу керек па? Иә, 1 минут енді қатты кеңес бермеймін, өйткені профессионал болмасаңыз, енді бастап жатсаңыз, сізге лучше 3 минут, 5 минут қолдана беріңіздер. 1 минут ол қиындау. Былайша айтқанда, сіздің торговляңызға қалай агрессивно торговля жасасаңыз, 1 минуттықпен көбінесе қолданады. Сіз консервативный дейді, яғни более риск сақтасаңыз, ода 5 минут деген сияқты. Былай ғой да, ол агрессивный, консервативный бұл үлкен таймфреймнің стоп-лоссына қояды, агрессивный кішкентай таймфреймнің стоп-лоссына қояды да бағаны. Сосын сіз имбаланс туралы айтып кетесіз, мысалы IDM, соларда тоже рабочий, нерабочий деген имбаланстар бар ғой.